Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы белдік бұйымдардың конструкциясы. Алдында біз үлкен тақырып өттік, жағалардың конструкциясы. Бүгін белдік бұйымдардың конструкциясы, белдемшелердің түрлері, тік белдемшелерді құрастыру есебі. Сабағымыздың мақсаты белдемшенің негізгі түрлерімен таныстыру, тік белдемшенің конструкциясын дұрыс есептеу, бағалау критерийлері. Белдемшенің үш негізгі түріне эскиз салғандарың үшін 2 балл, тік белдемшенің конструкциясын дұрыс есептеген үшін 3 балл қоям. Бүгінгі сабағымыздан күтілетін нәтиже тік белдемше конструкциясын есептеуді үйрену және белдемше түрлерін білу. Алдыңғы сабағымызда біз жағалар тақырыбын өттік. Қазір үй тапсырмасы бойынша экранда қандай жаға көрсетілген? Қандай жаға эскизі және сызбасы көрсетілген? Пиджак типті жаға ма? Тік жаға эскизі көрсетілген. Тік жаға аяулым дұрыс. Тік жаға эскизі көрсетілген. Мына суретте қандай жаға эскизі көрсетілген? Басқан жаға. Қайырмалы жаға. Пиджак типті жаға көрсетілген, иә? Жағалар мойын ойнысымен қосылу әдісіне қарай қанша түрге бөлінеді? Мойын ойнысына біріктіру әдісіне қарай жағалар. Мойын ойнысымен тұтас пішілген жағалар. Екі түрге бөлінеді. Мойын ойнысынан бөлек пішілген жағалар. Енді бүгінгі сабағымыз конструкциясы бойынша белдемшелердің 3 негізгі түрлері бар. Конустық белдемшелер, тік белдемшелер және сыналы белдемшелер. Конустық белдемшелер дегеніміз бұл конструкциясы бойынша ең қарапайым белдемшелер. Кәдімгі біздің білетін жартылай күн, колокол белдемшелері осы конустық белдемшелердің түрлеріне кіреді. Сызбасын бірден матада орындауға болады, ликала жасамай. Көп жағдайда конустық белдемшелерде бүкпелер болмайды, бір немесе екі бөлшектен тұрады. Конустық белдемшенің сызбасы шеңбер немесе шеңбердің бөліктерін көрсетеді. Сызбасы қарапайым, бірден матаға құрастыруға болады. Келесі бізде сыналы белдемше. Сыналы белдемшелер етегіне қарай кеңейтілген, бірнеше бірдей немесе әртүрлі бөліктерден тұратын белдемше. Бөліктері бірдей болатын жағдайда сыналы белдемшеге бірақ сына конструкциясын тұрғызады. Моделіне байланысты сыналы белдемшелер 4 сыналы, 6 сыналы, 8 сыналы, 10 сыналы болады. Модельдері жұп болған жағдайда конструкциясын құрастыру оңай болады. Модельдері жұп болған жағдайда бірақ сына конструкциясын құрастырады. Осылай конструкциясы Т, Б, Н нүктелері, оны алдағы сабақтарда үйренеміз, сыналы белдемше конструкциясын тұрғызуды. Бүгін біз белдемшелердің ішінде тік белдемшелердің құрастыруына тоқталамыз. Тік белдемшелер. Тік белдемшелер екі бөлшектен тұрады, негізгі алдыңғы және артқы бой. Тік белдемшелер осындай етегі желбірлермен, қатпарлармен, қалталармен, кокеткалармен, қиықтармен, шлицалармен өнделуі мүмкін. Тік белдемшелердің негіз сызбасына осындай алдыңғы артқы бой, екі тігісі бар, бел сызығында бүкпелері бар белдемшелер сызбасын жатқызуға болады. Ал енді тік белдемше сызбасын қалай құрастырамыз? Тік белдемше сызбасын құрастыру үшін біз Т нүктесінде тік төртбұрыш құрастырамыз. Тік төртбұрыш дегеніміз 90 градус, яғни екі түзу бір-бірімен қиылысқан кезде 90 градус бұрышты құрастыру керек. Т нүктесінде тік төртбұрыш құрастырамыз. Т нүктесінен төмен қарай ТБ кесіндісін белгілейміз. ТБ кесіндісі дегеніміз белден бөксеге дейінгі аралықты біз белгілеу керекпіз. Оны табу үшін біз ДТС өлшемімізді, өздеріміздің өлшемімізді 2-ге бөліп, 2 сантиметр қосамыз. ТБ аралығын осылай табамыз. Одан кейін Т нүктесінен төмен қарай біз белдемшенің ұзындығын белгілеу керекпіз. Бұл ТН аралығы. Белдемшенің ұзындығы бұйымның ұзындығына тең, яғни
юбканың қаншалықты өлшемі бойынша ұзындықты осы ТН кесіндісі бізде көрсетеді. Ал енді шыққан BN нүктелерінен оңға қарай біз горизонталь жүргіземіз. Мына қызыл сызықпен горизонталь сызықтар жүргіземіз. Жүргізгеннен кейін біз белдемшенің енін табу керекпіз. Белдемшенің енін табу үшін біз бөксе айналымына бөксе қосымшасын қосамыз. Бөксенің айналымын толық өлшейміз. Өлшегенде есептеген кезде жартысын аламыз. Яғни СБ өлшемі жартылай бөксе айналымына ПБ қосымшасы бөксеге берілетін қосымшаны қосып, осы кесіндіні белгілейміз. Бұл B1 кесіндісі. B1 нүктесінен жоғары төмен қызылмен белгіленген вертикаль сызық жүргізіп, Т1, М1 нүктелерін аламыз. Біз тік белдемшенің осындай тік төрт бұрыш ретінде сызбасын алдық. Бұл бізде жай ғана жайма. Енді біз осы денеге қонып тұру үшін біз бүкпелерді сызу керекпіз. Және осы белдемшені екі бөлікке, артқы бойға, алдыңғы бойға бөлу керекпіз. Ол үшін біз BB2 кесіндісін табу керекпіз. BB1 кесіндісінде. Ол неге тең? Жартылай бөксе айналым 2-ге бөлген мәнге B нүктесінен оңға қарай жүргізіп, B2 нүктесін белгілейміз. B2 нүктесінен жоғары төмен вертикаль жүргізіп, Т2, N2 нүктелерін аламыз. Енді бел сызығы, жан сызығы бойынша бізде белдемшенің ұзындығы ұзынырақ болады. Оны ұзын қылу үшін біз Т2 нүктесінен 1 сантиметрге жоғары көтереміз. О деп белгілейміз ол нүктені. Және де бел сызығының жаңа орнын сызу қажетпіз. Ол үшін Т мен Оны және Т1 нүктелерін кесінділермен қосамыз. Біздің қызылмен белгіленген белдің жаңа орны. Енді осы белдің жаңа орнына Т1 кесіндісіне біз бүкпелер суммасын есептеп алуымыз қажет. Бүкпелер суммасы бізге неге тең? Жартылай бөксе айналымына бөксе қосымшасын қосып, одан жартылай бел айналымына бел қосымшасын қосып алып тастаймыз. СБ плюс ПБ минус СТ плюс ПТ. Осы формуланы есептейміз бүкпелер суммасын. Алдында біз иықты бұйымдарда есептедік қой, бүкпелер суммасын. Ол жерде бізде неге тең еді бүкпелер суммасы? Жартылай кеуде айналымына кеуде қосымшасын қосқандағы мәнге тең болған. Ал мына белдік бұйымдарда бөксе айналымына бел айналымын алып тастағандағы мәнге тең. Формулада ерекшеліктер бар. Өйткені бұл белдік бұйымдар. Осы формуланы есептегеннен кейін бүкпелер суммасын тапқаннан кейін біз бүкпелерді сызамыз. Бүкпелерді ең бірінші жан бүкпені сызамыз. Жан бүкпеге бүкпелер суммасының 50% кетеді. Т3, Т4 бүкпелер суммасы мысалы 14 болып шығатын жағдайда біз 50%-ін жібереміз жан бүкпеге. Жан бүкпе бізде ең үлкен бүкпе. О нүктесінен оңға солға жартысын белгілейміз бүкпелер. Мысалы 14 болса бүкпелер суммасы 50% жан бүкпеге 7 см кетеді. 7 сантиметрді тағы 10 нүктесінен оңға солға 3,5 сантиметр белгілеп, біз Т3, Т4 жан бүкпенің орнын белгілейміз. Ал бүкпенің ұзындығы B2 нүктесінен бөксе сызығынан 1 сантиметр жоғары орналасады. Осы нүктелер белгілегеннен кейін Т3, Т4-ті қосамыз. Енді бізге артқы және алдыңғы бөліктерде бүкпелердің орнын белгілеу керекпіз. Ол үшін біз BB3, B1, B4, артқы бойда BB3, алдыңғы бойда B1, B4 кесінділерін табу керекпіз. Берілген формула бойынша. Тапқаннан кейін B3, B4 нүктелерінен жоғары қарай қызылмен белгіленген вертикаль жүргіземіз. Вертикаль жүргізгеннен кейін біз бүкпелер суммасының 30-35%-ын артқы бойға белгілеп Т5, Т6 нүктелерін,
алдыңғы бойға 15-20%-ын бөліп, Т7, Т8 нүктелерін белгілеп, қызылмен қазір сызылып жатыр, бүкпелерді алдын ала осылай сызып аламыз. Артқы бойдың бүкпесі ұзынырақ алдыңғы бойға қарағанда. Өйткені артқы бойда бізде не бар? Жамбас бар, иә? Жамбас болғаннан кейін бүкпелердің ені де, ұзындығы да не болады? Ұзынырақ және ені де үлкенірек болады. Алдыңғы бойда бізде 3 бар. 3 болғандықтан бүкпенің ені, ұзындығы қысқарақ болады. Бүкпелерді сызғаннан кейін біз осылай осы күйінде кеспейміз, бүкпелердің жоғары жаққа қарай осындай 3 бұрыш құрастыру керекпіз. Ол 3 бұрышты құрастыру үшін осы әр кесіндіні Т3, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8 кесінділерін 8 бөлікке бөліп, жоғары қарай шыққан мәнді белгілейміз. А, Б, С деп. Және Т5 нүктесі арқылы осылай қызыл сызықпен белгіленген сызық бойынша біз белдемшені пішеміз. Яғни бүкпенің жоғары жағына қосымшасы көбірек болу үшін тіккен кезде бүкпенің қосымшасы көрінбес үшін осылай 3 бұрыш қылып кесеміз. Ал енді біз бүкпелерді 3 бұрыш қылып қана қалдырмай, оны осындай әдемі иілген сызықпен безендіруіміз керек. Тіккен кезде осы қызыл сызықпен тігу керекпіз. Денеге жақсы қону үшін осындай қызыл сызықпен безендіріп бүкпелерді белгілеуіміз қажет. Қазір сізде пайда болған қызыл сызықпен белгіленген контурлар бұл қағаз лекалыға көшіретін контурлары бүкпенің. Артқы бойымыз қай кесінді? Ұлдай? Артқы бойымыз қай кесінді? Б2 ма? Б2, Б1 ма? Артқы бойымыз қай кесінді? Б2 кесіндісі артқы бой, Б2, Б1 кесіндісі алдыңғы бой, иә? Қыздар, түсінікті ме сендерге? Иә. Ең ұзын бүкпе қай бүкпе? Жан бүкпе ме, артқы бойдың бүкпесі ме, алдыңғы бойдың бүкпесі ме? Жан бүкпе. Жан бүкпе әрқашанда ең ұзын бүкпе болады бізде, иықты бұйымдарда да, белдік бұйымдарда да. Ал енді бүгінгі тік белдемшенің конструкциясының есебі және құрастырылуы қысқаша. Осы тік белдемшені құрастыру бойынша конспектіміз. Сіздерге қазір тапсырма. Суретте қандай белдемшелер көрсетілген? Тік белдемшелер ма, конустық белдемшелер ма, сыналы белдемше ма? Қандай белдемшелер көрсетілген? Тік белдемше. Бірінші суретте бізде сол жақта тік белдемше. Оң жақта тік белдемше. Екеуі де тік белдемше. Неге екінші суретте де тік белдемше көрсетілген деп ойлайсыздар? Өйткені жоғары жағы, бел жағы денеге тығыз қонып тұр, иә? Ешқандай бөліктерге бөлінбеген сыналы белдемше сияқты және күн белдемшелері, конустық белдемшелер сияқты кеңейтілмеген, иә? Тік белдемше көрсетілген етегі желбірлермен өнделген тік белдемше. Сол жақта етегінде қиығы бар, қалтасы бар, кокеткасы бар тік белдемше. Ал енді қыздар, сіздерге үй тапсырма. Бүгінгі сабағымыздың тік белдемшенің конструкциясының есебін шығару, берілген формулалар бойынша осы формулаларға қарап, өздерінің өлшемдерінді қойып, есептерінді шығарасыңдар. Сіздердің есептерінің дұрыстығын мен тексерем. Дұрыс болғаннан кейін келесі сабақта біз осы тік белдемшенің конструкциясының есебі арқылы конструкциясын тұрғызуымыз қажет. Сол үшін сіздер есептеуді дұрыс есептегендер үшін үй тапсырмасы
3 балл қоям. Дұрыс орындаған үшін осы тапсырманы, тік белдемшенің конструкциясының есебі. Және бүгінгі тақырып бойынша белдемшенің 3 негізгі түрі бар. Тік, конустық, сыналы белдемше. Осы белдемшелерге сіздерге модель эскиздерін салу керек. Модель эскиздерін салған үшін неғұрлым күрделі болған сайын бағаларында жоғары болады. Ол эскиздердің сапасы үшін 2 балл қоям. Эскизді үй тапсырмасын салған кезде осылай саласыздар. Техникалық суретін, алдыңғы көрінісін, артқы көрінісін белдемшенің, тік белдемше деп қасына жазасыздар. Тік белдемше, мысалы, бірінші суретте сол жақта тік белдемше көрсетілген ғой. Толық тігістерін, бүкпелерін барлығын техникалық суретте қалай салу керек, солай саласыздар. Ешқандай боямайсыздар, жай ғана осындай қарапайым қара ручкамен саласыздар. Конустық белдемше деп жанына жазасыздар, сыналы белдемше деп жанына жазасыздар. Бүгінгі сабақ, қыздар, сіздерге түсінікті болды ма? Апай, мен сұрасам болады ма? Иә, түсінікті. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Кімде сұрақ бар? Біз юбканың эскизін құрап жатқан кезде, мысалы, юбканың алдыңғы жағында не отрез салатын болсақ, онда тоже белгілейміз ба? Белгілейсіңдер, қараңдар, қыздар, кез келген детальді белгілейсіңдер. Кесінді тұрмақ, қиық тұрмақ, тігістің орнында көрсетесіңдер. Мына жақта тік белдемшеде көрініпті ғой, әрлеуіш тігістер көрдіңдер ма? Әрлеуіш тігістер жүргізген, түйме көрсетілген, замок көрсетілген, мына жақта конусты белдемшеде сол жағында. Замокты, түймелікті міндетті түрде көрсетесіңдер. Қай жағынан түймеленген, артқы бой жағынан түймеленген ба, жан қиығынан түймеленген ба, соның барлығын көрсетесіңдер. Бөліктер анық көрініп тұру керек техникалық сурет салған кезде. Отрезді көрсетесіңдер. Шлица болса, жарма болса, оны да көрсетесіңдер. Енді тік белдемшеде көбінесе отрез немесе шлица болады ғой, өйткені жүру үшін, ыңғайлы болу үшін біз бәрібір шлица жасаймыз. Қатты зауженный юбкалар болса да, қыналған юбкалар болса да, міндетті түрде шлица жасау керек оған. Қыздар, сұрақтарың бар ма? Сіздерге мен қазір үй тапсырма беріп жатырмын. Берілген формулаларға өздерінің өлшемдеріңді қойып, есептеу керексіздер. Тік белдемшенің конструкциясын құрастыруды біз келесі сабақ өтеміз, қыздар. Қазір конструкциясын есептеп, осы 3 белдемшеге өздерінің ойларынан, фантазияларынан белдемше салып, соны маған Платонус платформасына жібересіздер. Тапсырма түсінікті ғой, қыздар, Иә, түсінікті. Жақсы, қыздар, рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға. Иә, түсінікті. Сізге де рахмет, апай, түсіндіргеніңіз үшін. Жақсы, рахмет, қыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау